Баршаңызға қайырлы күн. Осындай қытырлап тұратын, ауызға салса еріп кететіндей дәмді Наполеон жасаймыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Көп затты қажет етпейтін өте қарапайым рецепт. Ұн, май, жұмыртқа, су. Ең алдымен ұнға холодильниктен шыққан сары майды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Ең оңай қарапайым тәсілін сіздерге көрсеттім. Достар, менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Осылай барлығын өткізіп болғаннан кейін қолымызбен ұнға аунатып аламыз, крошка болғанша. Одан кейін салқын суымызды құямыз. Бір жұмыртқамызды салып, қамырды басын біріктіреміз. Қатты илеп жібермеңіздер. Қамырдың басы біріксе болды. Одан кейін холодильникке салып қоямыз. Холодильникке салып 8 бөлікке немесе 6 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Осылай бөліп алып, біреуін ғана, жаятын ғана алып қалып, қалғанын холодильникке салып қоямыз. Оны сеуіп, осылай өзімізге керекті формада жаятын боламыз. Мен осылай 4-5 қылып жайып алдым. Енді қалыпымызға салып пісіре береміз. Беті қызарса болды, ала бересіздер. Тез піседі. 180 градуста қойып алдым пешімді. Қызып тұрған пешке салып, беті қызарғанша пісіріп алдым. Осылай пісіп шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Бөлме температурасындағы сары майға сгущенка қосып, екеуін араластырамыз. Дайын болған кремімізді щетканың көмегімен осылай жағып шығамыз. Молырақ қылып жаға беріңіздер. Барлығын қойып болғаннан кейін осылай басып, үстінен тағы да крем жағамыз. Шетінен кесіп алған қалдықтарды осылай бетіне сеуіп шықтым. Осымен біздің Наполеон тортымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.